Ассалаумағалейкум, қарым-қатынас атты сабаққа қош келдіңіз. Бұл сабақта Алла қаласа мына проблемалардың шешіміне тоқталатын боламыз. Бірінші, күйеумен қарым-қатынасым нашар, не істесем болады. Екіншіде тұрмыс құруға қорқамын. Үшінші, неге маған дұрыс еркек жолықпайды, неге өңшең жardыбастар жолығады. Төртіншісі, жеке өмірім өзіме ұнамайды. Өзгерткім келеді, бірақ неден бастайтынымды білмеймін. Бесінші, өзімді, сүйікті ісімді, миссияны тапқым келеді. Алтыншы, ата-анама деген ренішім бар сияқты. Олардан қалай арыламын. Өзімді қысқаша таныстырып кетсем, есімім Абилханов Бауыржан, жоғары білім мен дипломым бар, психосоматолог маман болып есептелемін. Осы жерін басынан түсіндіріп жібере салайын, тұра берсін. Өзімді таныстырып кетсем, есімім Абилханов Бауыржан, жоғары медициналық білімі мен дипломы бар, психосоматолог практик маманмын. Осы уақытқа дейін 2000-нан аса жеке терапиялар мен сеанстар өткізіп, сүт безінің рагы, грыжа, паническая атака, тағы басқа сырқаттардан арылуға және де 50 отбасыны ажырасудан сақтап қалуға көмектескен маманмын. Жоғарыда айтылған проблемалардың барлығы қайдан пайда болады? Осыған тоқталайық. Ең бірінші, өзімізбен және де айналамыздағы адамдармен қарым-қатынаса жатыр. Оның сырының барлығының құпиясының сыры. Осы жерде біз өзімізге ішкі тіректі қалыптастыруды үйрену керекпіз. Внутренняя опора дейді. Сол кезде ғана бізде самооценка реттеледі, сау самооценка болады, қарым-қатынасымыз жақсара түседі. Мен постоянно айтатын нәрсем, тек қана бақытты адам ғана өзге адамды бақытты қыла алады. Егер де сен бақытсыз болатын болсаң, сен ол нәрсемен бөлісе алмайсың. Бақыт деген сенде жоқ. Сен қашан бақытты болсаң, сен ішіндегі бақытпен бөлісе аласың. Түсінікті ғой. Қараңыз, статистикаға сүйенсек, ата-анасына реніші бар адамдардың 60-70%-ында мына проблемалар мен қиындықтар болады екен. Біріншісі, мақсаттарына барар жолда бастаған ісін жарты жолдан тастап кетеді. Екіншісі, ақшамен бітпейтін проблема. То бар, то жоқ. То кредит, то қарыз. Үшіншісі, өзіне деген сенімділігі төмен. Төртіншісі, жеке өмірінде қиындықтар болады. Әйелімен немесе күйеуімен түсініспеушіліктер, тағы басқа ұрыс керіс. Бесіншісі, өзіне деген махаббаты, өзіне деген жақсы көруі жеткіліксіз. Алтыншысы, қоғамдағы орнын, өзін, миссиясын, сүйіктісін таба алмайды. Енді қараңыз, егер де сіздің ішіңізде анаңызға или әкеңізге деген бір реніш, обида, тағы басқа мәселелер болатын болса, олардан тез арада арылу керек. Себебі жоғарыда жаңа айтылған проблемалар, 6 проблеманың кемі 2-3-еуі, даже 4-5-еуі болады. Мүмкін өміріңізде бір домогательство болған шығар. Мүмкін сол оқиғадан кейін еркектер жек көріп қалған шығарсыз. Мүмкін әкеңіз көп ішіп, анаңызды ұрған кезі көп болған шығар. Мүмкін сол нәрселерді көп көрген шығарсыз. И дәл сол оқиғалардың барлығы ішіңізде реніштердің пайда болуына алып келген шығар. Енді қараңыз, ол нәрселерге сіз кінәлі емессіз, бірақ ол нәрсемен дәлше өмір сүретін болсаңыз, ол уже сіздің жауапкершілігіңізде. Түсінікті ғой. Мына сұраққа тоқталайықшы, неге маған дені дұрыс еркек жолықпайды? Сізге сұрақ, сіз қазір өзіңізді ұрсатын кездер бола ма? Мысалы, бірдеңені істемей қойғанда, сен сондай жалқаусың, или бірдеңені бүлдіріп қойғанда неге сондай ебедейсің деген сияқты бір өзіңізді отчитывать ету, ұрсу болады да. И мән беріңізші, осы дауыстың, сөздердің барлығы қайдан пайда болды сіздің миыңызда? И ол ұрсатын сөздер кімнің ұрсатын сөзіне ұқсайды? Анаңыздың ба, әкеңіздің ба? Бұның барлығы біздің ата-анамыздың тәрбиесінен қалыптасқан дауыстар мен сөздер. Біздің ата-анамыздың бізге деген тәрбиесі қалай болды? Уақыт өте келе 18-20 жастан кейін ересек өмірге жеткенде біз түсіндік. Ол ұрыс, бізді өзімізді ұрсу, отчитывать ету, біздің ішімізде болып жатқан нәрсенің барлығы кезінде балалық шақта біз өзімізбен алып келген нәрселер. Түсінікті ғой? Қараңызшы, кім сіздің тәрбиеңізде қатал болды? Әкеңіз ба, анаңыз ба? Мүмкін суық болды, холодный. Мен оның алдындағы жансаулық сабағында айтып кеткем. Осы холодный ата-ана деген не? Синдром недолюбленного ребенка деген не? И оған деген бір ренішіңіз, ашуыңыз бар шығар. И дәл сол сезімдер сіздің тұлға ретінде қалыптасуыңызға кедергі жасайды. Мынаны қараңыз. Дәл сол сезімдермен арылғанда сіз өзіңізге қатал, строгий болуды қойдыға қоясыз. Өзіңізге анандай
сіз өзіңіз қалаған мақсаттарға, ақшаға агрессиясыз, ашусыз, ұрсусыз, салыстырусыз жете бастайсыз да. Бірақ ол нәрсемен өзіңізмен бірінші жұмыс істеп бастау керек. Қараңыз, күйеуіңізбен отношения дұрыс емес па? Жеке өміріңізде проблемалар бар ма? Онда анаңызбен отношения қалай? Сол мәселемен жұмыс істеу керек. Ал егер ақшамен проблемаңыз бар, өзіңізге деген сенімділікпен проблемаңыз бар ма? Онда әкеңізбен қарым-қатынасты ақтару керек. Реніш, обида, претензия, агрессия, ашу, ыза деген сияқты. Ол дегеніміз әкеңізге не анаңызға барып бірдеңені айтып тастау, сіздің ішіңізде жиналып қалған бір қалып кеткен оқиғалардың барлығын бетіне барып ұрсып айту емес. Просто сіздің миыңыздағы әкеңіздің, анаңыздың образымен жұмыс істеу, реніштерді жіберу. И сол уақытта сіз өзіңізге деген махаббат біртіндеп пайда бола бастайды. Түсінікті ғой? Енді қараңызшы, қазір бір керемет техника орындаймыз. Сол техникада сіз түсінесіз, ата-анаңызға деген реніштің болмауы өміріңізге қаншалықты оң әсер етеді. Ал егер реніштің, претензияның болуы қаншалықты өміріңізге кері әсер ететінін түсінетін боласыз. Қазір техниканы жасар алдында сізге оңаша жер керек, сізді ешкім мазаламау керек, ыңғайлы отыратын орындық немесе жататын орын, и содан кейін наушник құлаққа болса нұр үстінде нұр болады. Түсінікті ғой? Қазір техниканы жасаймыз. Ыңғайлы отырып аламыз, терең тыныс аламыз. Тыныш шығаратын кезде көзімізді жұмамыз. Барлығы жақсы, ыңғайлы, керемет күйде. Енді айдаладан шөл даланы елестетеміз. Ол шөл далада сіз жалғыз өзіңіз келе жатсыз. Айналада ештеңе жоқ. Тірі жан, тал ештеңе жоқ. Шөл далада келе жатсыз. Шаршағансыз, шөлдегенсіз. Өзіңізді әлсіз сезініп, қайда бара жатқаныңызды білмейсіз, не қалайтыныңызды білмейсіз. Іште жол таба аламын ба, таба алмаймын ба деген сенімсіздік, көңіл күйіңіздің жоқтығы, ішкі күйіңіз нашар. Енді дәл осы айдалада қалдым, барлығы бітті, мен осында қалып кеттім деген уақытта артыңыздан өзіңіздің туған анаңыз пайда болды. Және де ол сіздің сол иық жағыңызға келді, өзінің оң қолын сіздің иығыңызға қарай қойды. Дәл сол уақытта анаңыздың қолы арқылы оның барлық күші, жігері, тәжірибесі сізге өтіп, өзіңізді жақсы, күшті, сенімді сезіне бастадыңыз. Бойыңыз күшке толып жатыр. Сіздің ішкі күйіңіз жақсарып, өзіңізді жақсы сезіне бастадыңыз. Енді оң иығың жағыңыздан, артыңыздан әкеңіз пайда болды. Ол қолын сіздің оң иығыңызға қарай қойған уақытта әкеңіздің ішіндегі сенімділігі, тәжірибесі, күш-жігері барлығы сіздің бойыңызға өтіп жатыр. Және де сіздің бойыңыз әкеңіздің қасиеттері мен қабілеттерімен толып жатыр. Өзіңізді күшті, өте керемет сезініп жатырсыз. Сезініңіз барлығы. Терең тыныс алып тыныш шығарған сайын өзіңізді күшті сезініп жатсыз. Енді анаңыздың артынан анаңыздың ата-анасы, сіздің нағашы ата-әжеңіз пайда болды. Олар өздерінің қолдарын анаңыздың иығына қарай қойды. Анаңыздың бойы күшке, сенімділікке, махаббатқа толып жатыр. Және де ол ата-әжеңіздің махаббаты, сенімділігі анаңыздың бойы арқылы сізге қарай өтіп жатыр. Сіздің бойыңыздағы өзіңізге деген махаббат, жақсы көру, қуаныш толып жатыр. Енді әкеңіздің артынан сіздің ата-әжеңіз, әкеңіздің ата-анасы пайда болды. Олар әкеңіздің иығына өздерінің қолдарын қойғанда, әкеңіздің бойы сенімділікке, күш-жігерге, қайратқа, сенімділікке толып жатыр да, және де ол әкеңіздің бойы арқылы сіздің денеңізге өтіп жатыр. Және де сіз дәл сол керемет сезімдермен толысып жатырсыз. Дәл солай ата-әжеңіздің артынан олардың ата-анасы пайда болып жатыр. Дәл солай әрқайсының әкеңіздің артынан және де анаңыздың артынан сіздің 7 ата-атаңыз пайда болып жатыр. Олар да дәл солай өз қолдарын өзінің балдарының иығына қойған уақытта олардың бойына күш-жігер, махаббат,
барлығы тура солай бір-бірінің бойынан сіздің бойыңызға тіке қарай келіп жатыр. Сіз өзіңізді өте керемет сезініп жатырсыз, сенімді, махаббатқа толы. Тура дәл солай жеті ата-бабаңыздың күшін, тәжірибесін алып жатсыз. Сіздің арқаңызда қаншама адам тұр, олар сіздің екі қанаттарыңыз. Енді сіздің иығыңыздан әкеңіз өз қолын алды. Өз қолын алып тастады, сіз бір қанатыңыздан айырылдыңыз. Әкеңіз тарапынан оның ата-әжесі, ата-бабалары беріп тұрған күш келмей қалды. Сіз өзіңізді қайтадан әлсіз, сенімсіз сезіне бастадыңыз. Дәл солай сіздің сол иығыңыздан анаңыз қолын алып тастағанда сіз екінші қанатыңыздан айырылдыңыз. Енді анаңыз тарапынан, оның ата-бабасы тарапынан келіп жатқан күш келуін тоқтатты. Енді сіз өзіңізді әлсіз, жаман, ең басындағыдай нашар сезініп жатсыз. Енді анаңыз қолын қайта қойғанда жаңағы күш-қуат бойыңызға қайтадан келіп жатыр. Және де әкеңіз өз қолын қойғанда сіз екінші қанатыңызға ие болып, бойыңыз қайтадан күш-жерге, мақсаттарға қайтадан толып жатыр. Сіз әр қадамыңызды нық, мақсаттарыңызға жеңіл, көздеріңізге толған отпен бірге қадам жасап жатсыз. Әр қадамыңыз сізге оңай, мақсаттарыңызға жеңіл жетіп жатырсыз. Себебі Алла сізді қолдап, жолыңызды ашып жатыр. Енді терең тыныс алып, тыныс шығарған уақытта дәл сол керемет өзгерістерді, керемет бойыңыздағы толған күштермен бірге өзіңіз отқан орынға қарай жаймен оралыңыз. Бойыңыздағы барлық күшті, керемет сезімдерді өзіңізбен бірге алып келіңіз. Бірнеше рет терең тыныс алып тыныс шығарамыз. Соңғы тынысымызды терең аламыз да ішімізде 10-15 секунд ұстаймыз. Енді соңғы рет терең тыныс алып тыныс шығарған уақытта керемет өзгерістермен бірге дәл қазіргі отқан орнымызда көзімізді ашамыз. Қалайсыз? Өзіңіз қалай сезініп жатсыз? Міне, дәл осылай өз әулетіңіздің жеті атаңыздың күшін, сенімділігін, тәжірибесін солай алуға болады, бірақ оны ұстап қалатын нәрселер сіздің ата-анаңызбен байланысты реніштер, қарым-қатынастың нашарлығы, тағы басқа мәселелер арқылы ол нәрсені сіз сезіне алмайсыз. Ол күштерді алу үшін сіз ең бірінші әкеңізбен, анаңызбен, өзіңіздің миыңыздағы олардың образымен жұмыс істеу керексіз. Ішіңіздегі реніштерден, ашу, ыза, тағы басқалардан біртіндеп арылу керек болады. Ол дегеніміз бір обязательно ата-анамызға барып, ішіміздегі реніштің барлығын айту емес. Ең басты миымыздағы ойымызда сақталып қалған оқиғалар, ата-анамыздың образымен, ішімізде жиналып қалған, шығара алмаған эмоциялардан арылу. Тура осылай негізі проработка деген дәл